Сәлеметсіздер ме? Мен Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы сервис және жаңа технологиялар колледжінің физика пәні оқытушысы Досанова Жұмагүл Жұмағалиқызы боламын. Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы қашықтан оқыту жағдайында Айдро бағдарламасын қолдану. Жалпы қашықтан оқыту дегеніміз мұғалім мен оқушы арасында қандай да қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту болып табылады. Жалпы осы қашықтықтан оқыту кезінде көптеген бағдарламалармен жұмыс жасауға болады. Солардың бірі, бүгін мен айтайын деп отырғаным, бұл Айдро бағдарламасы. Айдро бағдарламасын қысқаша айтқанда бұл онлайн тақта болып табылады. Біріншіден біздер Google-ға жазып аламыз Айдро деп шығады. Осындай парақша ашылады. Бұл Айдро бағдарламасы онлайн виртуалды тақта. Бұл бағдарламада біздер Google аккаунтымызбен кіруімізге болады, Facebook аккаунтымызбен кіруге болады, немесе электронды почтамызбен паролімізді жазып, тегін тіркелуімізге болады. Мен таңдайын, кішкене интернеттен алсыз болып тұр. Бұл онлайн тақтада біздерге жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Бұнда біздер сабақтарымызды тірек сызбалармен, модульмен жұмыс жасағанда сабақ түсіндіру кезінде өте ыңғайлы. Және де есеп шығаруға, физика, математика, химия пәндеріне өте қолдану ыңғайлы болып келеді. Жұмысымен таныстырып өтейін. Мысалы, мұнда қарандаш, қалам таңдауымызға болады, қаламмен жазу өшіргіші бар, өшіріп тастауға болады жазғандарымызды. Екіншіден, бұнда жаңа айттым ғой, жаңа тірек сызбалар, модуль құрастыруға өте ыңғайлы деп. Мысалы, шашы, төртбұрышты шашы пайдалануымызға болатын сызбалар құрастыруға болады. Және де бұнда біздер текст жазуымызға болады қалаған келе. Осы бұл бағдарламада математикалық кескіндерді, формулаларды қолдануға өте ыңғайлы болып табылады. Бұнда өте көп таңбалар, кескіндер бар. Бұларды онлайн тақта. Бұл бағдарламада оқушымен кері байланыс жүргізуге өте ыңғайлы. Мына жерде сілтеме беріледі. Әр тіркелген адамға осындай сілтеме беріледі. Осы сілтемені көшіріп алып, копировать етіп алып, оқушыларыңызға WhatsApp-тан болса да жіберсеңіздер, оқушыларыңыз осы сілтеменің үстінен басып кірсе, осы сіздің осы парақшамызға кіреді. Осы мұғалімнің жұмыс жасап отырған парақшасына оқушы кіреді. Және барлық бұл тақтада жазылып отырған мәліметтер, жаңағы тірек сызбалар, есептер барлығын көріп оқып отырады. Және де бұл жерде оқушыға айтқымыз келгенді жазып жіберуімізге болады. Сәлеметсіздер ме деп жазып, екі рет кетіп қалдым. Жазып жіберуімізге болады, немесе жаңа сабақ түсіндіргіміз келген ақпаратымызды да жазып жіберуімізге болады. Және де біздің осы жазып отырған тақтамызды, біздің жазып отырған барлығын, есептерімізді, жұмыстарымыздың барлығын оқушымен осы бір тақтада жұмыстанамыз. Осымен менің бүгінгі қысқаша сабағым аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.